Саламатсыздар, кымбаттуу телекөрүүчүлөр, саламатсыңар кымбаттуу жомок окуурмандар, саламатсыңар кымбаттуу менин жомокту жакшы көргөн досторум. Мен бүгүн силер менен жолугуп отурганыма аябай кубанычтамын. Бүгүн мурда биз мына балдар бакчаларында жомок айткан болсок, бүгүн мен жомокту Ош областык Ташмяшев атындагы балдар китепканасында силер менен жолугуп отурам. Бул жерде мына силер буга чейин дагы куурчак театрыңар бар, ал жерде жомокторду куурчак кылып айтып атасыңар. Эми бүгүн мен силерге ушул китепканада Баян Сулуу деген өзүмө жаккан жомоктордун баарын жакшы көрөм, бирок Баян Сулууну ушулардын ичинен дагы жакшыраак көргөн жомогум, ошол жомокту силерге айтып берейин. Уккансыңар, бирөө жарым укканбы Баян Сулууну? Уккан эч ким жокпу? Анда баштадык. Бар экен, жок экен, ач экен, ток экен, илгери өткөн заманда бир Карабай деген мергенчи болуптур. Дагы бир жерде бир Сарыбай деген мергенчи болуптур. Экөө эки башка айыл экен. Бирин-бири тааныбайт экен. Бир күн Карабай мергенчиликке жөнөптүр тоого. Ошол күнү Сарыбай дагы өзүнүн айылынан мергенчиликке жөнөптүр. Карабай жолдо атканга кекилик дагы ата албаптыр. Курсак ач, кийик, элтеке жолукпаптыр, жолу болбоптур. Ошентип жүрүп отуруп кырдаштыр. Бияктан Сарыбай дагы жолуна эчтеке жолукпай, мергенчи сөзсүз бирдек атат. Бирок ошол күнү экөө тең эчтеке ата албаптыр. Экөө чарчап анан кийин экөө келатат экен, тоодон тоо ашанан бир жерге келет экен. Бир жерге келгенде экөө бир маалда бир жерден жолугуп калыптыр. Ой, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ой, сенин атың ким? Менин атым Карабай. Карабай мерген деген сенсиң, бооба. Сен кимсиң? Мен Сарыбаймын. Сарыбай мерген сенсиң. Экөө жолугуп отуруп калышты. Анан кийин айттыр. Бо Сарыбай мерген сага эмне жолукту дептир. Мага бүгүн жолум болбоду. Мага болгону бир кийик жолукту, бирок бооз экен. Улак туйун деп калыптыр. Ошон үчүн мен аны атпадым. Мага дагы дептир. Сагачы десе, мага дагы бир кийик жолукту. Мага жолуккан кийик дагы бооз экен. Ал дагы туйун деп калыптыр. Боозун мен аяп, мен дагы атпадым. Сен эмнеге атпадың? Мен аялым да боюнда бар эле. Мен аялым да үйдө жакында төрөйт. Ошол эсиме түшүп кетти депти. Сенчи десе, сен атпадың десе, менин аялым дагы боюнда бар эле. Ал дагы төрөйүн деп калды. Ошон үчүн мен атпадым дептир. Ой, экөөбүздүкү жаман окшош экен деп экөө анан аябай күлүп калыштыр. Анан кийин жей турган эчтекеси жок, экөө отуруп анан сүйлөшүп чарчаганда. Эме кылбайлыбы? Экөөбүздүн тең аялыбыз уул төрөсө, экөөнү дос кылайлы дептир. Экөө тең кыз болуп калсачы дептир. Экөөнү ортак кылайлы дептир. Илгери баягы кыргыздарда балдар дос дейт, кыздар бири-бири ортак дешкен. Жокса экөөнү дос кылалы деген да. Экөөнү тең дос кылайлы. Бирибиздин аялыбыз уул төрөп, бирибиздин аял кыз төрөп койсочу дептир. Анда куда бололу дептир. Куда бололу деген илгери кыргыздарда бала кыз төрөлгөндө эле мыналар ушу кызыңы менин балам бар. Ушу балама бересиң деп туруп, келишип кулагына сөйкө салып койгон, болду. Анан ол кичинекей бөөк кезинен баштап ушул менин кайлыгым деп койгон. Кайлыгым бар деп, жанагы Нооруз майрамдарда, ар кыл майрамдарда ошол кичинекей эле кыздын үйүнө белектерди алып барып турушканда, ошондой кылып экөө куда бололу дептир. Келе колду дептир. Экөө анан кийин көрүшүп, кучакташып көкүрөктөрүн жайып, экөөбүз куда болобуз. Же дос, экөөбүздүн балдарыбыз дос болот дешип анан кийин. Экөө отурса, алыс жактан бир чымындай кара баран келатат экен. Мергенчилердин көзү курч болот да, көрүптүр. Бирдики келатат. Карарган чымындай нерсе чоңоюп келат, коңуздой болуптур, коңуз. Дагы карап калыштыр. Караса, улактай болуптур. Караса, койдой болуптур. Караса, койдон чоңоюп жакындайт. Жакындаганда караса, атчан экен. Аттын үстүндө бирөө бар экен. Ey Sarıbay sүйгүнчү, ой Карабай сүйгүнчү деп эле бирөө калпагын алып алып бакырып келатат экен. Сүйүнчү. Бул сүйүнчүлөгөн кыргыздарда өтө чоң нерсе болгон. Кубанычтуу нерсени сүйүнчүлөгөн кишиге эмне берген? Белек берген, сүйүнчү берген. Анан кел, болсун, эмне болду дептир.
Сарыбай, сенің аялың қыз төреді дептір. О, құттықтаймын. Қарабай, сенің аялың уыл төреді дептір. О, құттықтаймын. Екеуі құшақташып кеттір. Баяғы сөз бойдан қалсын. Екеуі анда құда болдық дептір. Шындай тоғының арасында екеуі құшақташып құда болышыптыр. Балдарын көрелек. Кеттік балдарымызды көрелді. Баяғы сүйінші алып келген жігіттің арқасынан үшеу атты чағып жөніп тұр. Патыра сүйініп атсады да баяғы. Сүйініп кел атып баяғы айылға жақындағанда жығаштан салынған көпір болған. Илгері жығаштан да салған, жығаштардың да. Осыдан Сарыбай өтіп кетіп тұр, баяғы сүйіншілеп келген бала өтіп кетіп тұр. Қарабай өтіп кетіп жатқанда жығаштың да ашық жері бар екен. Аттың бұты сол немеге көпіренің тешігіне түсіп кеткенде ат мүдіріліп жығылып, бұты сынып, аттың мойын сынып, аттан құмаланып түскен. Қарабайдың мойны үзіліп, мойны сынып. Қарабай бечара өліп қалды. Көрдіңдер, уылды болған күні бұл дүние шындай бірі төрелсе бірі өледі. Шындай бір заман немеді. Анан баяғылар аябай қапы болып Қарабайдан атына жүктеп баяғынан ийлап өкіріп немеге кіріп келішіптір. Бияқта бала төреліп сүйін атады, бияқта Қарабай. Емі жашау өте береді. Баяғынан кейін баланың атын Алике Мырза деп қойыштыр. Қыздың атын кім қойыптыр? Баян. Баян деген сөз өте жақшат да қыздарға. Баян деген атты қойып беріштір. Анан баяндағы чоңой еріптір, немедағы чоңой еріптір. Бір күнінен Сарыбай отырып тұрдағы. Мен бір мергеншілікте шу Қарабай деген мергенменен жолығып, екеуістің баяғы киікті, боз киікті атпай, екеуістің аялымыздың бойында болып, екеуіс құшақташып, дос болып, құдалаштық елек. Барып көріп келгілеші, күйеу бала қандай бала екен дептір. Ошонда баяғы Қарабай неменің Алике Мырза кішінекей балачы, өрмелеп басып қалған бала екен. Деп екі келінін жөнөтүптүр. Сарыбайдың үйіне. Анан екі келін баяғы бирөөсү куйт екен, шақчы бірдек, бирөөсү боғыркер, жақшынақай екен. Екеуі барса, үйіне жақындағанда күн көліп тұрып, жаңғыр жағып тұр. Жаңғырдан суық болғанда мөндір жағып тұр. Мөндір томалақ болып жерге түседі да. Келсе баяғы Алике Мырза мөндірлер итаяқ деп қояды. Итаяқ деген итке тамақ бере тұрған немені не дейді? Идішті итаяқ дейді. Осал итаяқадағы мөндірлер түсіп қалып тұрды. Деп әлі бала сүйініп, итаяқтағы мөндірден алып жеп атқан екен. Білмейді де мал. Жеңілер көрді. Біздің неме күйе балауыз итаяқтағы мөндірді жейткен. Дешенен кен қайтып келді. Не ол қандай екен күйе болады? Жетімдің іші жетімді, атасы жоқ жетімді. Шол тәрбия көрген емес та. Анағы итаяққа мөндір жадылы. Жағып қалды біз барсақ, ошо мөндірді бала теріп жеп атады дептір. Түй атаң көрі, мен итаяқтан тамақ жеген балаға мен қызымды бермейм. Дептір дағынан кейін. Кешінде бүт бағы үй білесін әптір. Боз үйді чечкілі, төйлерге жүктегілі, қойларды айдайлы, уйларды айдайлы, тұрпықтарды айдайлы. Кеттік дептір. Түн үш менен бағы Сарыбай не қылыптыр? Бала чақасы менен, үй бай менен, бала үй жылқы пылқы қойлары менен көчіп қараңда кетіп қалды. Айылдағылар ертеменен тұрып қарасылы, Сарыбайдың үйі жоқ, қойы да жоқ, малы да жоқ, жылқысы жоқ, қақ кеткен ешкім білбей қалды. Әркімден келіп сұрайткен, біз көшіп кеттілі қаяқты, ешкім дайынын білбей кеткен. Ана бірақ не болады, бияқтаға жашау өте береді. Баяғы Алике Мырза кішінекей Қарабайдың баласы чоңая береді. Анан бір күн Алике баяғындай чүк ойнайткен да, тұмпай атып чүк ойнайткен. Анан балдармен чүк ойнап атқанда, баяғы чүк ойнап қатты атқанда бір кемпір баяғы жіберейіткен да айланғанда парасы болады да, пара. Ошода парадан үнті айланғанда чүкені қатты атқан екен, чүкі пұрап кетті, паң қатып дегенде не болып тұр? Кемпірдің баяғы парасы сынып қалды, жібі шашылып кетті. Палван болбай қала, не біләсін, онан көрі деп тұршында қиын болсаң, анау неме жоғалып кеткен қайлығыңыз деп таппайсың деп тұр. Қандай қайлық? Апаңан сұра деп тұр. Анан кейін апасына келіп тұр. Апа, мынау айылдағы балдардың бардығының қайлығы бар, құлақ сөйке салып қойған қыздар бар, мұнықы бардығы бар. Бардығына апалары ошол қыздың үйіне белек алып барады. Менікі жоқ қо. Мүмкін біз белек алып барбайбыз. Менің қайлығым жоқ бұ дептір. Ейлеп қойған қызым жоқ бұ дептір. Балам, бар еле. Бирок анау атаң өтіп кеткеннен кейін
ошо Сарыбай бизди жетимдедиби, атасы жок дедиби билбейм, бир түнү эле бир жак көчүп кетип калган, таппайбыз. Эч ким билбейт кабарын. Менин кайлыгымдын аты ким эле дептир. Сенин кайлыгыңдын аты Баян эле дептир. Мен баяным жок, бардыгынын кайлыгы болсо, мен ушу кайлыгым кайда кеткенин билбей жүрсөм уят да. Мен кайлыгымды издеп табамын. Апа, мен жөнөйм дептир. Койланайын, али жашсың дептир. Жок, мен жаш эмесмин дептир. Мен кайлыгымды издеп таап келем. Антпесем бу жерде жашасам болбойт. Баласы жөнөп калыптыр, апасы айтыптыр. О, балам дептир. Кырдың жер келет. Ол алыс дептир. Каяктан табасың? Кырдың жер келет. Ал жерде 40 бөрүсү тең келет. Андан кантип өтөсүн? Андан өтсөң, ойдуң жер келет. 10 бөрүсү тең келет. Андан кантип өтөсүн? Андан да эптеп өтүп алсаң, чытырман токой, чылк токой келет. Токойдон кантип өтөсүн? Коксо андан да өтсөң, ташкыны күчтүү дарыя келет. Андан кантип өтөсүн дептир. Апа дептир. Ойдуң жел келсе, 10 бөрүсү тең келсе, көп болсо 10 эле огум кетер. 10 ок менен трайтатып өтүп кетем дептир. Кырдың жер келсе, 40 бөрүсү тең келсе, көп болсо 40 эле огум кетет. 40 ок менен 40-ын трайтатып коюп туруп өтүп кетем дептир. Чытырман токой, чылк токой келсе, апа дептир. Атам мына кылычын алып туруп, оңго солго чаап, токойду кыйып, жол кылып өтүп кетем дептир. Дарыяданчы дептир. Дарыядан атаман калган аса таяк бар дептир. Сыйкырдуу аса таякында колуна кармап жүргөн, жөлөнүп жүргөн таяк болот го. Ошо. Ошондой да колуна кармап. Ошондой атаман калган сыйкырдуу аса таяк бар. Ошо аса таякты дарыяга минтип ташысам көпүрө болот. Шатыраткан бойдон өтүп кетем дептир. Чон жаныбарым деп жөнөп калды. Анан ошондо апасы айланайын алыке дептир. Сен кетсең дептир. Биякта төөлөрүң калат, аттарың калды. Буларды кимге таштайсың дептир. Карыганда апаң бар, муну кимге таштайсың дептир. Апа дептир. Жылкыларды жаталакка таштаймын дептир. Жаталак деген жылкылардын ичи ооруганда жаталак болуп, оона ичи ооруп атып өлүп калат. Төөлөрдү дептир, көк чымынга тапшырам дептир. Көк чымын деген чага турган нерсе, төөлөр ошо чаккандан качып өлүп калат экен да. Ошого тапшырдым дептир. Мен кайлыгым жок, төөнү карап отурамбы дептир да. Карыганда мени кимге таштайсың деген. Карыганда сизди апаке дептир. Бир Кудайга тапшырам дептир. Кош деген чат атын минип жөнөп тура калып анан кийин каттуу баягы намыз ал убакта көрдүңөрбү? Намызды болот да. Атын чаабынан жолдо кететкен, бир маалда караса ойдуң жер келеткен. 10 жактан 10 бөрүсү тең келеткен. Бөрү деген карышкыр да. 10 бөрүсү тең келеткен. 10 ок менен 10 жакка трайт атып салат экен. Ушу жерге келгенде не болду? Биздин мына көгүлтүр экрандан бизге бөлүнгөн убакыт түгөнүп калды. Калганын эртең эмки жолукканда айтып берем. Өзүңөр билесиңер, жомок айтып атканда дайым эң кызык жерине келгенде ушинтип түгөнүп калат. Эмесе балдар, жомок армандар, эртең ошол көгүлтүр экрандан кайрадан жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар, жомогубуз улана берсин. Кайыр кош.